қалыптастырғанда сонда сол екі жақта соған құрмет қылып, аналардың басын сыйлап, сол ақжаулықты сыйлап, өздері шартсыз түрде келісімге келеді екен. Демек, ақжаулықтың ролы өте зор болған. Аналардың ол арындай ана сүтін қадірлей білетін адам ақжаулықты да қадірлей білген ата-бабаларымыз. Сондықтан ақжаулықтың ролы да зор. Ал енді біз осы ұрпақтан ұрпаққа осы ақжаулығымызды қадірлеуді үйретейік. Әр қайсы ана, әр жас келіншектен тартып, аналарға дейін, апаларға дейін барлығы да осы кимешек шылауыш киюді өзінің әдетіне айландырса, мынау өте нұр үстіне нұр болған болар еді. Сондықтан енді біз бастап осы кимешек шылауыш киюді ата жолында бастап жатырмыз. Енді көріп отырған көрермендер, сіздер де құп алсаңыздар, осы ақжаулықтарыңызбен, қосақтарыңызбен қоса, жаулықтарыңызды бастарыңыздан тастамай, ұрпақтан ұрпаққа жалғай берулеріңізді тілек етеміз. Атаңызды беріп жүріңіз. Я Алла өзі оңдасын, қызыр қолдасын. Басымыздан жаулығымыз, ақжаулығымыз кетпесін, ырыс несібеміз, жеріміз көктесін. Алла тағала жақсылықтан жақсылыққа жеткізсін. Барлық ұрпақтарымыз ата-ананың осындай ақ ниетті, ақ сүтіменен ерлетсін, номат ұрпақ болып, Алланың ақ жолында өздерінің абыройлы істерін істеуге нәсіп болсын. Еліміз, жеріміз тыныш, берекетті болсын. Алла тағала еліміз бен жерімізді гүлденген құдіретті, иманды мемлекет болып құрылуына Алла нәсіп етсін. Сол иманды мемлекеттің әрбір қазақ дінін қорғайтын, тілін қорғайтын, салт дәстүрін қорғайтын, ар намысын қорғайтын, елін қорғайтын құдіретті елдің құрушылары болсын. Алла тағала ар иман, ар намыс берсін, бабалардың рухын берсін, аналардың ар намысын берсін. Алла тағала бізді жарылқасын, ек мен бақ сарайын берсін. Ойбай